Патшаны алдаған қыз. Черногор ертегісі. Баяғыда бір кедей өмір сүріпті. Жалғыз қызынан басқа ешқандай туысы болмапты. Олар қайырымды адамдардың бергендерімен күнелтіпті. Қызы терең ойлы сөздер айта біліпті, және әкесіне қалай сөйлеуге үйретіпті. Бірде кедей сорлы патшаға қайыр-садақа сұрай келеді. Патша одан қайдан келгенін және парасатты сөйлеуді кімнен үйренгенін сұрайды. Кедей қызынан үйренгенін айтады. Ал ол кімнен үйренді деп сұрайды патша. Оны данышпан еткен кедейлік. Сонда патша оған 30 жұмыртқа беріпті де, осыларды қызыңа апар және айт, осы жұмыртқалардан балапан шығаратын болсын. Шығарса мен оған сый беремін, ал шығармаса сені азаптаймын, дейді. Кедей сорлы жылап-сықтап үйіне оралады да, болған жайдың бәрін қызына баяндайды. Сонда қыз піскен жұмыртқаларды бірден түсіне қалады да, әкесіне барып ұйықта, қалғанын бәрін өзім реттеймін, дейді. Әкесі құлақ асып жатып ұйықтайды. Ал қыз қазанды алады да оған толтыра су құяды. Оған бұршақ салып пісіреді. Келесі күні таңертең ол әкесін шақырады да, оған соққыға 2 өгізді жегіп, патша жүретін жолдың жиегін жырта бастауды өтініпті. Патшаны көрген сәтінде депті қыз әкесіне: бұршақты себе баста, және әй өгіздер, қимылдаңдар, піскен бұршақтардың өнім беруіне Құдай жәрдем етеді, деп айқайлап. Сонда патша: піскен бұршақ қалай өсіп шығады деп сұрайды. Сонда сен: піскен жұмыртқадан балапан қалай өсіп шықса, бұдан да солай өніп шығады, деп жауап бер. Кедей қызының айтқанын тыңдайды да, жол жиегін барып жырта бастайды. Патшаны көрген кезде: әй өгіздер, қимылдаңдар, піскен бұршақтың өнім беруіне Құдай жәрдем етсін, деп айғайлайды. Патша келіп тоқтайды. Кедей: піскен бұршақ қалай өсіп өнім береді, деп сұрапты ол. Тақсыр патша: піскен жұмыртқадан балапан қалай өсіп шықса, бұдан да солай өніп шығады, деп жауап беріпті патшаға. Оның бұлай жауап беруіне қызының үйреткенін патша бірден түсіне қалады. Ол өзінің жалшыларына кедейді алып келуге әмір етеді. Патша оған бір бума зығыр береді де, мынаны алда осыдан арқан есіп, желкен және кемеге керекті қалған жабдықтардың бәрін жаса, ал жасамасаң басыңнан айырыласың. Кедей сорлы бір бума жөкені қорқақтай алып, жылап-сықтап, бәрін қызына барып айту үшін үйіне қайтады. Қыз әкесіне барып ұйықта, бәрін де өзім реттеймін, депті. Таңертең ағаш сынығын алады да әкесін оятады. Мына ағаштың сынығын алда патшаға апарып бер. Ол осыдан маған күдер, ұршық және тағы басқаларды жасап берсін. Сонда ғана мен оның қалағанын орындаймын, депті. Кедей қызының айтқандарын тыңдайды да, оның үйреткенін патшаға айтып барады. Жауапты тыңдап қайран қалған патша енді не істеуім керек деп ойға батады. Содан соң ол тостағанды алады да кедейге береді. Мына тостағанды алда қызыңа апарып бер. Ол тостағанмен теңіз суын орнынан құрғақ алаң қалатындай етіп қотарып тастасын. Кедей жылап-сықтап тостағанды үйіне алып барады да қызына бәрін баяндайды. Қызы оған таң атқанша төзе тұр, қалғанын бәрін өзім реттеймін, деп уәде береді. Таңертең ол әкесін шақырып, оған бір бума кендір береді. Патшаға бер. Ол осы кендірмен бүкіл көлдерді, өзендер мен бұлақтарды тоғандап тастасын. Сонда ғана мен теңізді қотарып тастаймын. Кедей бәрін патшаға айтып береді. Патша қыздың өзінен де ақылдырақ екенін сезеді де, оны алып келуге әмір етеді. Сөйтіп қыз әкесімен бірге алдына келгенде: қызым, бәрінен де қиырды не жаңғырықтырады, депті. Даңқты патша: бәрінен де қиырды күннің күркірімен жала жаңғырықтырады, депті қыз. Сонда патша сапсиған сақалын ұстап қасындағы нөкерлеріне бұрылыпты да: менің сақалымның құны қанша, деп сұрапты. Біреулері алай, енді біреулері былай, депті. Сонда қыз тұрып: патша, сақалыңның құны жазда жауған 3 жаңбырдың құнындай, депті. Ақиқатқа бәрінен де қыз жақын, депті патша қызды әйелдікке алғысы келген сыңай танытып. Маған тұрмысқа шығасың ба, деп сұрапты. Қыз тағзым етіп: даңқты патша, қалағаның болады. Тек сенен өтінішім, егер маған ашуланып мені ауылдан қуып шықсаң, онда менің көңіліме бәрінен де не ұнаса, соны алып кетуіме құқымның бар екендігі туралы қағаз жазып бер, депті. Патша келіседі де жазып береді. Арада біраз күндер өткен соң патша әйеліне ашуланады. Мен сені енді әйел қылмаймын, деп бұрқанады. Тайып тұр менің сарайымнан, басың ауған жаққа кет. Жақсы, даңқты патшам, мен кетейін. Тек бір түнеп шығуға рұқсат ет. Таңертең мен бұл жерде болмаймын. Патша рұқсат етеді. Ал
Падиша кешкі асқа хош иісті шөптен жасалған шарапты араластырады да патшаны құрметтей: «Іш, патша, көңіліңді көтер. Ертең таңертең екеуміз екі айырыламыз, және біз екеуміз кездескен күнгіден әлдеқайда бақыттырақ болатын ма сен?» депті. Патша көп кешікпей ұйықтап қалады да, ал падиша күйме дайындайды. Оны тас үңгірге алып кетеді. Патша оянып қайда жатқанын көреді де: «Мені мұнда кім әкелді?» деп байбалам салады. «Мен әкелдім», дейді падиша. «Сен неліктен мұны істедің? Мен сен енді әйелім емессің дедім ғой». Сонда ол қағазды суырып алады да: «Дұрыс, даңқты патшам, сен мұны маған айтқансың, бірақ мына қағазға жазылғанға қарашы. Мен сенен кетерімде, сенің үйіңде менің көңілім бәрінен де нені ұнатса, соны ала кетемін» деп жазылған. Патша бұны көріп, әйелінің бетінен сүйіп, екеуі сарайға оралады. Содан бері олар ұзақ та бақытты ғұмыр кешеді.